Финляндия ақ лала гүлдер мекені. Келесі бөлім Suomiдің тарихы. Өмірімнің бір белесінде ғана маған Финляндияның үлкен қалалары мен көлді, орманды жерлерінде орналасқан шалғай мекендерінде өмір сүру нәсіп болды. Фин халқының күнделікті тұрмыс тіршілігі мен әртүрлі ойын-сауықтарын тамашаладым. Сондай-ақ бір ұлттың музыкасын, әдебиетін, сурет өнерін, театры мен сәулет өнерін зерделедім. Шынымды айтсам, өнердің түр-түрін көрген сайын таңданысым күннен күнге арта түсті. Алғашында финдердің бөгде адамдарға салқынқандылық танытатынын байқап, іш тартпағаныммен, бұл өлкенің өте еңбекқор, азғантай халқын жақын таныған сайын оларға деген құрметім арта түсті. Осы ретте фин халқының маңызды екі ерекшелігін баса айтқым келеді. Біріншіден, олар 1917 жылы төңкеріске дейін ешқашан мемлекет ретінде тәуелсіз болмаған. Екіншіден, қазіргі кездегі фин халқының қол жеткізген жоғары мәдениеті тек қарапайым халықтың арасынан шыққан ұлттық рухы мықты, жанкешті адамдардың арқасында жүзеге асқан. Фин халқы 1811 жылға дейін Швецияның қол астында болды. Австралиялықтардың Босния-Герцеговинадағы сербтерге көзқарасы қандай болса, ол кезде шведтердің финдерге де көзқарасы тура сондай болған. Барлық мемлекеттің қызмет пен басқару күштері, сауда-саттық, фабрикалар, мектептер, тіпті шіркеулердің өзі шведтердің бақылауында еді. Мемлекеттік қызметкерлердің барлығы дерлік басқарушы мамандар, дәрігерлер, әскербасылары, шіркеу қызметкерлері мен мұғалімдер швед өкілдерінен таңдалып алынатын. Шведтер финдерді өздерінен төмен санап, оларды менсінбейтін. Финдер жаңыз жүзінде шведтермен тең құқылы саналғанымен, экономикалық жағынан өте артта қалған еді. Бұл жайт фин халқының мәдениет жағынан дамуына кері әсерін тигізді. 18 ғасырдың соңында, тіпті 1840 жылға дейін фин мәдениеті ауасыз бөлмеде қалып, тамырын тереңге жібере алмай, құмырада өскен гүл сияқты солуға айналған еді. Ол кездері фин халқы оқу, жазудан басқа еш нәрсе білмейтін. 1808 жылы Ресей мен Швецияның арасында болған соғыстан соң орыс патшасы 1 Александр Финляндияның жартысын басып алды. Осыдан кейін 1 Александр Барго деп аталатын қалада фин ұлттық мәжілісінің отырысын жасап, басқосуға қатысқан барлық суомдардың өкілдерінен бұдан былай шведтердің қол астында қалғанды қалайсыңдар ма? Бір шешуге келулерін талап етті. Фин халқының өкілдері өзара кеңесіп Ресейге қосылуды дұрыс деп шешті. 1 Александр болса, өз тарапынан фин халқын олардың ата заңдарымен санаса отырып басқаратынына сөз берді. Финляндияның Ресейге қосылуы екі жақ үшін де тиімді болды. Негізі осы кезде Финляндия кедей мемлекет болып саналатын. Үндістан мен Мысырдың Англияның экономика саласына пайда келтіргеніндей, Финляндия Ресейге мұндай пайда келтіре қоймайтыны бесенеден белгілі еді. Ресей Финляндияны өз қол астына алғаннан кейін де экономика саласында айтарлықтай жетістікке қол жеткізген емес. Дегенмен, бұл мемлекеттің қосылуы Ресей үшін басқа жағынан тиімді болды. Ең бастысы, Финляндияның шекарасы Ресейдің сол кездегі астанасы Петерборға жақын орналасқандығында еді. Пойызбен 4 сағаттық жол жүрген соң, Финляндияның шекарасын асып, Петерборға оңай жетуге болады. Соғыс бола қалған күнде дұшпандарының фин жерімен өтіп, Ресейдің астанасына қауіп төндіруі мүмкін болатын. Сол себепті Ресей өзінің астанасын қауіп-қатерден сақтап қалу үшін Финляндияны өз қол астына алуды ұйғарған еді. Ал фин халқы үшін ата заңдарын іске асырып, мемлекеттің ішкі саясатын басқаруда тәуелсіздікке қол жеткізумен қатар төл мәдениетін дамытудың оңтайлы сәті туған еді. Ресей жаулап алғаннан кейін де швед халқының басым бөлігі Финляндияда қалуға шешім қабылдады. Бірақ олар бұрынғыдай бір мемлекеттің иелері емес, қарапайым халықпен бір санатқа кірді. Осылайша олар бар күш-жігерін жаңа отандары Финляндияның мәдени жағынан дамуына жұмсай бастады. Алғашқы кездері мемлекет мәдениетінің дамуы үшін құлшынып кіріскендердің саны тым аз болған. Бұл тізімде финдердің зиялы қауым өкілдері саналатын мұғалімдердің өзі саусақпен санарлықтай өте аз еді. Дегенмен, бұл жайт ұлттың болашағына бейжай қарамайтын зиялылар санының жоғалуына емес, керісінше олардың қатарының арта түсуіне жол ашты. Халық қаһарманы Снелман.
Бірінші Александр патшаның тұсында фин мәдениетін дамытуға білек сыбана кіріскен жаңашыл топты Снелман басқарды. Бұл адамның өмірі жайлы сіздерге аздаған мағлұмат бере кетейін. Йохан Вильгельм Снелман 1806 жылдың 12 мамырында Стокгольмда дүниеге келіп, 1881 жылы 4 шілдеде Данскрибеде бақилық болған. Ол өз заманының үлкен ілім адамы, философ әрі танымал саясатшы болған. Снелманның атағы фин халқының мәдениетін көтеру жолында қыруар үлес қосқан ұстаздығымен кеңінен танылды. Ол өзінің сенімді достарымен бірге халықтың рухани ұстазы ретінде батпақ дала саналған Финляндияны ақ лала гүлдер өлкесіне айналдырды. Снелман бүкіл саналы ғұмырында елімізді, Финляндияны, Ресей мен шведтер кез келген сәтте жаулап алуы мүмкін. Мұндай қуатты көршілерге қарсы мықты болу үшін ең алдымен мәдениет саласында олардан оқ бойы озық тұруымыз қажет деп, отандастарын барынша рухани сілкініске үндеді. Снелманның бастамасымен жарыққа шыққан Сайма газетінде өз отандастарына ол біздің кішкентай ғана халық өзінің үлкен көршілерінен жоғары мәдениетке ие болған күнде ғана өзіне төнген қауіптен аман болады деп жиі қайталаған. Финдер ұзақ жылдар бойы өз мәдениеттерінің дамуы үшін еңбек етіп, бүгінгі таңда Еуропаның көптеген мемлекеттерінен озық шығып, жетістіктерге қол жеткізіп отыр. Сол жетістіктерінің арқасында Ресей мен Швецияға, өзге де алпауыт мемлекеттерге бағынышты болмай, өз тәуелсіздіктерін қорғай білді. Снелман тай-тай басып келе жатқан фин халқынан шыққан алғашқы зиялы қауымның тамаша үлгісі бола алады. Оның бірнеше мұғалім, поп, адвокат және өзге де қызметкерлермен бірге отырып, халық арасында тәрбие мен білім саласының өркендеуіне қосқан үлесі сол кездегі крест жорығымен пара-пар еді. Бұл зиялы қауым туған халқына мынадай үгіт-насихат жүргізді. Зиялы болу дегеніміз ерекше сән үлгісімен тігілген киім кию емес. Халық сендердің сауаттарыңды ашқанда, ертеден кешке дейін кафелерде көңіл көтеріп, түрлі құмар ойындармен домино ойнасын деген жоқ. Бұл қылықтарды жасағандар шын мәнінде ұлттың зиялы адамы емес, олар зиялы қауым өкілдерінің рухы семіп азғындаған түрі. Оқыған, көзі ашық адамдар ұлттық сана сезімді, ұлттық ар-ұжданды, ұлттық рухты күшейту қажет. Ауыл тұрғындарына, қарапайым жұмысшылар мен қара халыққа жақсы өмір сүрудің жолын көрсетіңдер. Халыққа шын жүректен, жанашырлықпен өмірдің мән мағынасын үйретіңдер. Өздерінің және балаларының денсаулықтарын қалай күту керектігін, бақытты отбасылық өмірге қалай қол жеткізуге болатынын, ер адамның әйелге, әйелдің ер азаматына деген сыйластығын, балаларды дұрыс тәрбиелеудің жолын көрсетіп, халықты кез келген істі уақытында тәртіппен жұмыс жасауға үйретіңдер. Оларға өзінің және өзгенің ақысына құрметпен қарауды насихаттаңдар. Осының бәрінде алдымен өздерің үлгі болыңдар. Өз араларыңда және халықпен қарым-қатынаста тәрбиеші болыңдар. Суомиді бір отбасы деп санап, мынаны естеріңде сақтаңдар. Бұл өлкенің ең төменгі от жағатын қызметшісінен бастап, жесір әйелдің өзі фин халқының бір өкілі және сендердің бауырларың екенін ұмытпаңдар. Халыққа тәрбие мен білім бере отырып, өткені тарих парағына енетін ұлттардың қатарына қосу сендердің міндеттерің. Естеріңде болсын, халқымыздың арасында мәдениетсіз, надан, маскүнем, ауру, қаңғыбастар болса, олар сендердің, яғни зиялы қауым өкілінің кінәсі. Бар болғаны 5-10 адамнан құралған фин халқының мұғалімдері мен қызметкерлері, дәрігерлері ұлттың зиялы қауым өкілдеріне осылай үн қатып, жазбаша түрде үнпарақ таратты. Бұл топтың ішінде ерекше көзге түскен Снелман болатын. Ол қыстыгүні ски деп аталатын шаңғымен, көктем мен жазда қайықпен, кейде жаяулатып, Финляндияны бір шетінен екінші шетіне дейін аралап, халықтың сауатын ашты. Өлкенің әр жерінде жас кәрісіне қарамастан зейінді адамдарды кездестірсе, олармен сұхбаттасып, кітаптар таратып, олардың мекен жайын алып, хат алысып тұратын. Снелман барған жерлерінде халыққа түрлі тақырыптарды талқылап, түсіндіріп, тыңдаушылардың көз алдына елестете отырып, шебер баяндайтын болған. Ол көбінесе ойын қарапайым мысалмен түсіндіретін. Еліміздің барлық елді мекендерін суару үшін 1-2 арық жеткіліксіз. Бір ғана үйдің бақшасын суаруға бұлақ көзі немесе іргесінде ағып жататын құрғамайтын су бастауы қажет. Ал рухани нәрден
мақұрым қалған ұлтымыздың шөлін қандыру үшін бірнеше рухани бастауларға мұқтажбыз. Еліміздің барлық жерінде шөлдеген халықтың сусынын қандыратын жанды су көздері болу керек деп жиі қайталайтын болған. Снелл мен ақылды адамдарды кездестіре қалса, мұндай сәтті қалт жібермей, олардың рухтарын оятып, саналарын сілкіндіріп, олармен жиі хат алысатын болған. Хаттарында біріне насихат берсе, енді бірінің жасаған қателігін ескере отырып, оларға жаңа міндеттемелер жүктейтін. Снеллман бір жерде барған кезде жанына білім беретін достарын алып, олармен пікірталас, басқосулар өткізетін. Ол достарына, білесіңдер ме, кендірден жіп иіреді, арқан өреді. Ол үшін алдымен кендірдің өте жіңішке талшығынан жіп жасап алады. Сонан соң осы жіптерді қосып қалың жіп иіреді. Бұл қалың жіптердің басын біріктіріп, кемелерді байлайтын арқан өреді. Біздің жасап жатқан қызметіміз де осы арқанға ұқсайды. Ұлтымыздың барлық зиялы қауым өкілдері бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып бірігеміз. Осылайша 2 миллион халқымыз үшін пайдалы болатын үлкен күш біріктіреміз дейтін. Снеллман жазғы демалыстарда жан-жақтағы мұғалімдердің басын қосып, 2 апталық семинарлар ұйымдастырған. Бұл семинарға 100-ден астам мұғалімдер қатысқан. Алғашқы кезде семинарға өз еріктерімен қатысатындардың саны аз болған. Өлкенің шалғай жерлерінде қыс бойы жұмыс істеп шаршаған мұғалімдер шынтуайтында өз мамандықтарына көңілдері тола қоймайтын. Тіпті кейбірі бұл семинарлар тағы қайдан шықты, мұғалімдерге семинар беру дегенді кім ойлап тапқан деп күңкілдейтін. Снеллман бұның бәрін білетін, бірақ оларға ашуланбайтын. Жазғы демалыс семинарында мұғалімдерге ол: достарым, сендердің міндеттеріңнің ауыр екенін білемін. Алыс жерлерде қиыншылықтарға қарамастан жанкештілікпен жасап жатқан еңбектерің халық тарапынан өз бағасын алмай жатыр. Материалдық жағдайларыңда мәз емес. Бірақ қолдан келер шара бар ма? Естеріңде болсын, біз халқымызды рухани ояту үшін жасалып жатқан істің әлі басында ғанамыз. Білім ордасының алғашқы қарлығаштарымыз ұлтымыздың сауатсыздығын жою жолында ауыр жүкті көтеруге тура келеді. Халқымыздың жарқын болашағы үшін жанкештілікпен еңбек етіп, тіпті керек болса осы жолда құрбан боламыз. Себебі біздің алға қойған мақсатымыз осындай жанкештілікті қажет етеді. Сізді де осыған шақырамын. Артық кетсем кешіріңдер. Десек те басқа мамандық түрлерінде кездескені сияқты, сендердің араларында бұл мамандыққа ебі жоқтар да кездеседі. Ондайлар өз мамандығының шебері болмақ түгіл, оны менсінбей, ұстаздықты тек күн көріс көзіне айналдырады. Оларға айтар достық ақылым болсын, мұғалімдікті тастап, өздеріне басқа жұмыс тапсын. Сауда-саттықпен немесе басқа іспен шұғылдансын. Ұстаздық сынды ұлағатты істі рухы мықты, көңілі ояу, ұлтын сүйетін нағыз шеберлер ғана істей алады. Осы орайда еліміздің маңдай алды ілім адамдары сендерге 5-6 семинар беруге келісті. Сендер олардың айтқан ақылдарын тыңдап, білімдерін пайдаланыңдар. Өз мектептеріңе барған кезде шәкірттерге семинарлардан үйренгендеріңді айтып түсіндіріңдер. Осылайша олардың бойында білімге деген құштарлықты оятыңдар дейді. Снеллманның жалынды сөздерін естіген мұғалімдердің көбісі жігерленіп, халық арасында жайлаған сауатсыздық пен надандықты жою жолында оған көмек қолын созып, бір ауыздан қолдау көрсетіп ізінен ереді. Бұл ұстаздардың әрқайсысы біраз уақыт өткен соң өздерінің тұрғылықты мекендерінде мықты мәдени рухани күш орнатты. Көп ұзамай-ақ Финляндияның әр жерінен жарқын болашағы үшін өз басын бәйгеге тігетін жігерлі, асқақ рухты 100-деген Снеллмандар шықты. Снеллман мұнымен тоқтаған жоқ. Ол сүйікті өлкесі Суомидің рухани тұрғыда оянуын тек қана мұғалімдерден күтіп қол қусырып отырмады. Ол денсаулық, сауда және өзге де саланың мамандары жиналыс жасап жатыр деп ести қалса, сонда барып оларға: халықты ұмытпаңдар. Сендер бәрің де халықтан шықтыңдар. Туған халқымыздың кем-кетігін, қателігін жөндеудің жолын қарастыруға бірге атсалысайық. Халқымыздың рухын ояндырып, мәдениетіміздің жоғарылату үшін қандай шара қолдануға болады, соны ойластырайық деп оларды да туған өлкелерінің дамуына үлес қосуға шақыратын. Келесі бөлімде шіркеу және халық туралы оқитын боламын. Қазір видеоға лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.